Сәлем балалар, қалайсыңдар? Бүгінгі сабағымыз 1-5 тақырып тура пропорционал тәуелділік 100-ші тапсырма берілгені. Бағаларды бірдей бірнеше дәптердің құны 120 теңге. Егер дәптердің саны бұдан 3 есе артық болса дейді. 3 есе кем болса, олардың құны неше теңге болады дейді. Екіншісі, қуаттылықтары бірдей бірнеше трактор бір күнде 72-ға жер жыртты. Егер тракторлардың саны бұдан 2 есе артық дейді, немесе 2 есе кем болса, олар бір күнде неше гектар жер жыртады. Біріншісінің біріншісі 3 есе артық болған кезде 120-ға 3-ті көбейт жереміз. 3 есе кем десе 123-ке бөліп жереміз. Екіншісі 2 есе артық дейді, 72-ні 2-ке көбейтеміз. 2 есе кем дейді, 72-ні 2-ке бөледі екенбіз. Енді 101-ші тапсырма. 101-ші тапсырмада бізде Y-тің мәні X-тің мәні тура пропорционал кестені толтырыңдар дейді. Алдымен біз X-ті тауып аламыз. X-те 3, Y-те 12 деп. Сонда 3Y-тен 12 X, Y-іміз 4X шығады. Сонда X-іміз 3 болып тұр. X-тің орнына 3-ті 4-ті 6-ны қоямыз. Сонда 4 жерде 4-іміз 16, 4 жерде 6-ымыз 24, 4 жерде 8, 32, 36, 48, 60 болып толады. 102-ші тапсырмада сағаттың минуттық тілі 9 минутта 54 градусқа бұрылады. Бірінші сұрақ, сағаттың минуттық тілі қанша уақытта 42 градусқа бұрылады. Екінші сұрақ, сағаттың минуттық тілі 15 минутта неше градусқа бөлінеді дейді. Біріншісі 9 минут 54 дейміз да, 2 минутта 42 деп аламыз. 2-іміз 7 шығады. Екіншісі 9 минутта 54 болса, 15 минутта 2 деп аламыз. 2-імізден 90 шығады. 103-ші тапсырмада берілгені көлемі 70 см куб күмістің массасы 735 грамм дейді. Бірінші сұрақ, көлемі 25 см куб күмістің массасы неше грамм? Екінші сұрақ, массасы 420 грамм күмістің көлемін табыңдар дейді. Біріншісінде 70 см куб 735 грамм, 25-те X деп аламыз. X-іміз 262,5 грамм шығар. Екіншісінде 70-те 735 грамм, X-те 420 деп аламыз. X-ті тапсақ, X-іміз 40 шығады екен. Балалар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаймыз. Енді 104-ші жаттығу. Пойыз тұрақты жылдамдықпен бір қалыпты жүріп 2 сағатта 144 км жол жүрді. Пойыздың осы жылдамдықпен бірінші сұрақ, 5 сағатта неше километр жол жүреді? Екінші сұрақ, 504 км қашықтықта неше сағатта жүреді? 2 сағатта 144 км болса, 5 сағатта X деп аламыз. X-іміз 160 шығады. Екінші сұраққа, 2 сағатта 144 км болса, 504 км-ді қанша сағатта басады дейміз. Сонда X-імізден 7 сағат болады екен. 105-ші тапсырманың берілгенінде шиеден қайнатылған тосаптың 2 бөлігі шие, 3 бөлігі құмшекер болуы керек. Шиеден тосап қайнату үшін бірінші сұрақ, 8 кг шие неше килограмм құмшекер қосу керек? Екінші сұрақ, 9 кг құмшекерге неше килограмм шие қосу керек дейді. 2-де 3 дейміз. Сонда 8 кг шиеден X деп аламыз. X-імізден 12 кг құмшекер болады. Екінші сұраққа 2-де 3 бөлік деп аламыз. Сонда 9 килограммда 2 килограмм шие деп аламыз. X-те 6 килограмм шие болады екен. 106-ші тапсырманың берілгені 2 жерге қант қызылшасы егіліп, одан 700 центр өнім алынды. Бірінші сұрақ, 7 жерден неше тонна қант қызылшасы алынады? Екінші сұрақ, неше гектар жерден 280 тонна қант қызылшасы алуға болады? 2-да 700 центр, 7-да X деп табамыз. X-імізден 245 тонна болады.
Екінші сұрақтың жауабы 2 гада 700 центр болса, 2800 центрда x-ка дейміз. 280 тоннаны центрге айландырсақ 2800 болады. X-ті тапсақ, x-іміз 8-ға шығады екен. 107-ші тапсырманың берілуі. Қарға 3 секундта 45 км қашықтыққа ұшады. Осы жылдамдықпен қарға 8 секундта неше метр қашықтыққа ұшады? Екінші сұрақ, 75 метр қашықтықта қанша уақытта ұшады? 3 секундта 45 болса, 8 секундта x деп аламыз. X-іміз 120 метр шығады. 3 секундта 45 метр болса, 75 метрда x секунд ұшады дейміз. X-іміз сонда 5 секунд шығады. 108-ші тапсырманың берілгені. Балалар бақшасына сатып алынған 18 топтың құны А теңге, бағасы осындай. Бірінші сұрақ, 27 топтың құны неше теңге? Екінші сұрақ, ұша теңгеге неше топ сатып алынады? 18 топымыз А теңге болса, 27 топымыз X деп аламыз. X-іміз тең 1,5 А теңге болады. Екінші сұрақ, 18 добымыз А теңге болса, 3 А теңге добымыз X. 3 А теңгеге X топ. Сонда X-іміз тең 54 топ.